Рас айтамын, бізге жын шығарушылардың сайтын жасау керек. Себебі рахистердің кейбіреулері алаяқтар. Сізден жын шығарамын деп тек ақша шығарады. Ертексін айтып ақшанызды сорады. Не бір алданғандардың оқиғасын естимін. Не деген алаяқтар деп таңғаламын. Бірде бір әйел маған: «Шейх, мен жын шығаратын адам туралы естіген болатынмын». Сөйтіп оған бардым. Ол маған менің ішінде 996 жын бар екенін айтты. 996 жын? Вау! Олардың бәрін шығаруға қасқаным бар күші кетеді ғой. Кейін тіпті қызық, жаңағы әйел: «Шейх, ол жындардың 993-ін шығарды. Енді тек 3-і қалды» деді. Вау! Шын айтып отырмын, болған оқиға. 993-і шықты ма? Бәрін санап отырдың ба? 4, 5, 993-і шыққан, 3-і қалған. Кейін тіпті қызық нәрсе айтты. Келесі күні қайта бардым. 993 жынның бәрі қайтып кіріп алған. Не дейді, Құдай-ау? Шын айтып отырсыз ба? Бейшара әйел қайта-қайта барып отырған. Әр барған сайын біраз ақша қалдырып кетіп, жаңағы жігіттің амиянын толтырған. Тағы бір оқиға. Бір жігіт Ганадан болу керек. «Шейх, бір проблемам болып бір кісіге бардым». Кейін ол маған қарап: «Маған 500 фунт бер» деді. «Жақсы» деп 500 фунт бердім. «Ол ақшаны не істейсіз?» дедім. Ол: «Бұл ақшаға ақ сиырды, қызыл сиырды, қара сиырды құрбандыққа шаламын. Содан кейін сенде бәрі жақсы болады» деді. «Шейх, мен оған 500 фунт бердім. Ол маған құрбан шалғанын айтты. Бірақ проблемам әлі кетпеді». Мен ішімнен: «Сіз де сиыр екенсіз. Сізге не болған досым?» деймін. Ол одан тағы да 500 фунт сұраған. Тағы да құрбан шаламын деген. Сіздің өзіңіз сиырсыз ғой. Ол сізді сиырды сауғандай сауып жатыр. Ақшаңыз біткенше солай істейді. Қайдағы құрбандық? Қалтасын толтыру ғана. Ал оның құрбан шалғанын қалай білесіз?